кино шолу аңызы анаға жазылыңыз, пікір білдіріңіз және достарыңызбен бөлісіңіз. Бүгін біз тағы да бір дорамаға талдау жасаймыз. Дораманың атауы «Охотничьи псы» деп аталады. Бұл 2020 жылы шыққан корейлік криминалдық боевик және триллер фильм. Коронавирус пандемиясы кезінде кедейленген бизнесмендердің өмірі мен қиындықтарын баяндайды. Басты кейіпкер Коно бұрынғы теңіз жаяу әскерінің қызметшісі, анасының кафе бизнесі байланысты кездескен проблемаларымен күреседі. Анасының қарыздары өсіп, оған коллекторлар шабуыл жасай бастайды. Коно досымен бірге оларды қорғау үшін қылмыстық ортаға араласады және бұл оларға үлкен қауіп төндіреді. Фильмде мылтықтың, кек алудың және заңнан тыс өмірдің әсері көрсетіледі. «Охотничьи псы» Netflix платформасында өте танымал болды. Алғашқы 3 күнде 27,9 миллион сағат көрсетілім жинады. Фильмде экшн мен эмоция, кек алу мен опасыздық, сондай-ақ қауіпті жағдайларға тап болған кейіпкерлердің күресі көрсетіледі.